Бәріне сәлем достар, сендер білген мен Зикемер, және бүгін біз Brawl қалай екінші аккаунт ашу туралы айтатын боламыз. Ашпай тұрып сіздерге айтып кететін зат, бұл аккаунтты ашу үшін сіздерге Supercell ID-ға тіркелу керек болады. Егер сіздерде Supercell ID-ға тіркелмеген болсаңыздар, сіздер екінші аккаунт аша алмайсыздар. Ал ендеше видеоны көпке созбай тездетіп видеоны бастайық. Бірінші сіздерге экранда көріп тұрған 3 точканы басу керек. Мен оны белгілеп кетем, оны басамыз. 3 точканы басқаннан кейін ең астында тұрған Supercell ID кнопкасын басамыз, оны белгілеп кетемін. Бұл екі кнопканы басқан соң сіздерге меню ашылады, сосын сіздер настройкиді басуларыңыз керек. Настройкиді басқан соң сіздерде выйти кнопкасы тұратын болады. Сол кнопканы басқан соң сіздер осы аккаунттан шығатын боласыздар, және подтвердить кнопкасын басамыз. Уайымдамаңыздар, аккаунттарыңыз ешқайда кетпейді. Играть без подключениені басамыз да жаңа аккаунтқа кіреміз. Енді загрузить еткенін күтеміз. Сосын тренировочный пещераны өтетін боламыз. Мен енді тренировочный пещераны өткен көрсетпей қояйын, одан мен столкновение ойнаймын әлі. Енді мен жаңа аккаунт ашқан кезде оралатын боламын. Және мен айтқанда істесеңіздер, сіздер дәл осылай екінші аккаунт аша алатын боласыздар. Мен өзіме жаңа үшінші аккаунт аштым. Бұл өте оңай. 1 минуттың ішінде істеп тастадым мен. Қорықпаңыздар, аккаунттарыңыз ешқайда кетпейді. Supercell ID кнопкасын бассаңыздар тұрады. Ал енді сіздермен болған мен Зикемер. Видеоны аса видеоға лайк басып, тіркеліп кетіңіздер. Сау болыңыздар.